Достар, сәлем, сіздермен бірге айым каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз алма мен алмұрт қосылған дәмді бәліш дайындаймыз. Өте керемет шығады. Егер де бұл рецепт ұнаса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, бүліп басуды ұмытпаңыздар. Бұл бәліш қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Ал кәне бастайық. Ол үшін 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, қант қосып миксерлейміз. Аппақ көпіршік болғанға шейін миксерлеу қажет болады. Содан кейін бөлме температурасында маргаринімізді қосып, араластырамыз. Кейін ұнымызға ванилин және қопсытқышымызды қосып, електен өткіземіз. Міне осылай болуы тиіс. Енді осы қамырымызға бір үлкен алмамызды кесіп қосамыз. Ал алмұртты екіге бөліп, осылай кесеміз. Алмамызды қамырымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызды алып, пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып аламыз. Міне осылай алмұртымызды орналастырамыз да, үстіне миндаль жаңғағын қосуға болады. Және 30 минут 180 градуста пісіріп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай, біздің бәлішіміз өте жақсы пісті. Осындай дәмді рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, менімен бірге дайындаңыздар. Егер де осындай дәмді бәлішті жасап жатсаңыз, қалай шыққанын пікірде жаза кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет, қош сау болыңыздар.